қазір осы автобекет Болат Назарбаевтың иелігінде емес дегенге сенесіздер ме? Енді әртүрлі нәрсе болуы мүмкін ғой. Енді адам өзгерсе де иесі қалуы мүмкін. Біз оны білеміз. Мынау биліктегі, мемлекет басындағы үлкен жаңағы аймақтарды басқаратын кісілердің жаңағы туыстары, таныстары, достары белгілі бір бизнес нысандарына иелік ететіні өтірік емес қой, рас. Оның жаңағы барлық өздеріңіз көрсетіп отырған Азаттық сайтыда барлығын көрсетіп айтып отырады. Сол себепті бұл жерде бір жақты жаңағы Данияр деген жігіт жай екі жақтың таласында бір құрбан болып қалып отырған сияқты. Неге? Өйткені мына жақтағы бір топ Өзбекстандағы бір топпен өзара келісіп, өзара жаңағы заңсыз ақша айналымын жүргізіп отырған әрекеттері болған ғой. Ал Данияр соған қарсы шығам деген